Ассалаумағалейкум достар. Менің есімім Жексенбай Несібелді. Инстакасп проектісін ашқан адамдардың бірімін. Және Инстакасп дегеніміз не? Инстаграмда қалай ақша табуға болады? Инстаграмда көп ақша табуға бола ма деген өте көп хаттар келіп жатады WhatsApp-қа, директке және звондапта айтылып жатады. Шыны керек, әрқайсысына жеке жауап беріп, жекеше түсіндіруге уақыт жоқ. Сондықтан осы бейне материалды жасап отырмын. Барлығыңызға ортақ бір жауап болсын. Егер кімде-кім осы Instagram жайлы қалай ақша табуға болады, программамен қалай жұмыс жасауға болады, маркетинг жағынан сұрақтарыңыз болған бетте осы бейнероликті беріп отырамын. Так, бейнеролик ұзақ болмайды, қысқаша болады. Инстакасп дегеніміз не? Инстакасп дегеніміз Инстаграмда қазақ тіліндегі қалай ақша табуға болатын жолдарын үйрететін проект. Мынау біздің официальный страница Инстакасп. Мінекей біздің жеке сайт. Астаналық Мұрат деген жігіт екеуміз жасап шығарғанбыз. Осы сайтқа кіріп, былай жақынырақ танысуыңызға болады. Біз не үйретеміз, қалай үйретеміз, соның барлығын. Ал енді өзіме келетін болсам, осы Instagram желісінде жұмыс жасап жүргеніме 2 жыл уақыт болды. 2 жылдың ішінде айына 200 мыңнан 600 мыңға дейін қазір уақытта тауып жатырмын. Міне менің халық банкінің счеты. Бұл жерде қалай ақша табамын? Мысалға, интернет-магазиндер болады. Маған подписчигімді көбейтіп беріңіз дейді. Подписчик деген не үшін керек? Подписчик деген, естественно, потенциальный клиент. Сізден сатып алу мүмкін деген адамдар. Подписчигі неғұрлым көп болса, рекламасы неғұрлым үлкен болады. Сондықтан сатылыммен, жаңағы тауармен услугасы тез өтімді болады. Және осы программаларды сатам. Программа дегеніміз мынау iGram деген программа, мінекейіңіз Telegram деген программа. Осы раскруткаға қойып отырмын. Мен клиенттерім өйстіп раскруткаға қоям. Барлық жұмыстың барлығын программа жасайды. Программаға тек қана бір күніне 1 сағат, 2 сағат уақыт бөлсеңіз болады. Осы 1-2 сағаттың ішінде бүкіл жұмыс жасайды. Автоматты түрде. Сондықтан бұл жерде қатты қиналатын жұмыс жоқ. Ең бастысы маркетингті қалай жұмыс жасау керек, соның барлығын үйреніп аласыз. Так, мінекейіңізді көрсетейін. Так, сентябрьдің 1-нен осы уақытқа шейін тапқан табысымды көрсете салайын былай. Жексенбай Несібелді. Енді айына бизнес болғаннан кейін айына примерно заказ біресе түседі, біресе түспейді, бірақ в основном адамдар көп хабарласып жатады. Өйткені реклама деген ең керекті нәрсе бизнесқа. Мына сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. 5 айдың ішінде 1,900,000 таптым. Мінекейіңіз қарауларыңызға болады. 1 сентябрь, 23 январь. Енді клиенттер әрқалай заказ беріп жатады. Мысалға 26 мыңға заказ түскен, 4 мың теңге, 20 мың теңге, 10 мың теңге, 10 мың теңге, 8 мың теңге үйстіп заказдар түсіп жатады. Сөйтіп әр клиенттің заказын алам, жұмыс істейміз. Осы аккаунттарын, подписчиктерін жинап берем, программасын сатам. Осы 2 программаның арқасында жасап жатырмын бүкіл ақшаны. Және сабаққа жазылып жатсаңыз, ең бастысында осы 2 программа жұмыс жасауды үйретемін. Және әрі қарай көптеген рекламный площадкалармен жұмыс жасауды үйретемін. Ол сіз осы программаны меңгергеннен кейін жаңа Яндекс Директ, Google AdWords, тизерная реклама, таргетинг, Instagram, ВКонтакте осы рекламный площадкалармен қалай жұмыс жасап, жаңағыдай партнерский программа деген болады. Реальный партнерка, қанша көптеген ақша табудың жолдары бар. Бірақ ең бастысында осы 2 программаны үйреніп, осы 2 программамен жұмыс жасап бастасаңыз өте дұрыс. Ары қарай сабақ уже жалғасып жатады. Сабақтың құны біздің
сайтта сабақтың құны 35 000 теңге. Сабақ жекеше түрде болады. Сабақты мен өзім сізге үйретемін. Жекеше түрде. Өйткені әр адам бұл жаңа сфера болғаннан кейін біздің қазақтарға әр адамның осы компьютер жағынан, программа жағынан білім деңгейі әртүрлі. Сондықтан сіздің білім деңгейіңізге қарап, компьютерді қалай меңгересіз, программамен қалай жұмыс жасайсыз, соның барлығын есептеп сараптай отырып, мен сізге керекті біліміңізді берем. Группа жинап оқытпаймын. Өйткені группа бір 20 адам оқыса, бір 3-4 алып кетер, бір 7-8 түсінеді, қалғандары түсінбейді. Группада қайта-қайта жаза беруге де ұялады. Сондықтан сабақ жекеше түрде өтеді. Көріп тұрғандарыңыздай ақша табуға болады. Көрдіңіз бе, Жексенбай Несібелді 1.900.000 мен 2 миллион ғой енді. Негізі бұл инстаграмға өте аз ақша, одан да көп табуға болады. Айтып отырғанымдай, инстаграм желісінде Қазақстанда жастар 1 миллион, 2 миллион, 5 миллион табатындар өте көп. Просто ол кісілер өздерін айтпайды. Жаңағыдай SMM менеджер дейді ғой. SMM саласында жұмыс жасап, сол сферада ақша тауып жүрген адамдар өте көп. Енді көбісі айта қоймайды. Сондықтан достар, мінекей тапқан табыс, өздеріңіз көріп отқандай, мынау біздің официальный сайт, мынау біздің ресми парақша. Кіріп тіркеліңіздер, және де сұрақтарыңыз болса WhatsApp-қа жазыңыздар. Сабақ онлайн түрде өтеді. Skype арқылы сабақ 2 немесе 3 күн болады. Содан кейін біраз ақша істегеннен кейін екінші курсына көшеміз. Екінші курста рекламная площадка, Яндекс.Директ, Google AdWords, таргетинг, Instagram, таргетинг, ВКонтакте, тизерная реклама деген болады. Тизерная реклама, мобильный приложение, сайттағы реклама. Соның барлығы мен сіздерге көрсетіп отырамын. Сондықтан достар, жазыңыздар, оқыңыздар. Ешкімге жасырып қалмай, барлық секреттерді, барлық фишкаларды мен сіздермен бөлісем. Информацияны ешкім сізден аямайды. Сол. Жақсы, онда сау болыңыздар. WhatsApp нөмірін білесіздер. Хабарласуларыңызға болады.